Аяқ және тобық буыны аурулары көбейіп барады. Бұған алаңдаған дәрігерлер елде аяқ пен тобық буыны хирургтерінің қазақстандық қауымдастығын құрды. Мамандар бір ұйымға біріксек, саланың дамуына үлес қоса аламыз деп отыр. Травматология және ортопедия орталықтарына аяғым ауырады деп баратын науқастарда басқа буын сырқаттарына қарағанда табан буынының туа біткен және жүре пайда болған ақаулары көп кездеседі. Бір жылда тек табан буыны ақауына елімізде 2500-ден астам ота жасалған, ал сырқат саны бұдан да көп. Науқастар не барам деп жүріп уақыт өткізіп алады дейді дәрігерлер. Біздің осы кездесіп жатқан пациенттердегі туа пайда болған маймақ табандық дейді, туа пайда болған әртүрлі бұлшық еттердің дамуынан сүйектердің деформациясы, жүре пайда болған бұл ширақ табан буының жарақаттары, әртүрлі көп кеңістіктегі біздің деформациялар дейді. Сол деформацияның салдарынан жасөспірімдердің арасында, орта жастағы адамдардың арасында осы ақаулар жиі кездесіп жатыр. Аяқ және тобық буыны отасы тізеге жасалатын операцияға қарағанда күрделірек. Сол себепті бағасы екесе қымбат. Табан хирургиясымен айналысатын дәрігерлердің ортақ емдеу протоколы жоқ. Әркім өз білгенмен жұмыс істейді. Салада ақсау бар. Олқылықтың орнын толтыру үшін жалпы табан хирургиясы мамандарының басын біріктіріп, олардың бар тәжірибесін саланы дамытуға пайдалану үшін елде аяқ және тобық буыны хирургтерінің қазақстандық қауымдастығы құрылып жатыр. Оған мүше болған мамандар әлемнің озық технологиялары біздің медицинаға енгізіп, тобық буыны ақауларын ерте кезеңде анықтау, оны болдырмау жұмысын қолға алмақ. Жаңа технологиялар ұзақ жетеді региондарға, өкінішке орай. Сондықтан осындай ассоциациялар керек. Олар региондарға шығып, өз көзқарастар бірдей мамандармен өз ойын бөлісіп, жаңа технологиялар үйретіп, сол заманауи технологиялар науқастарға жақындатады. Ақсап тұрған салада дәрігер жетіспейтіні айтпаса да түсінікті. Қауымдастық табан хирургі мамандарын оқыту мәселесінде шешуі керек. Жаңа құрылған ұйымның алғашқы мүшелері 25 адамға куәлік пен төс белгі табыс етілді. Гүлвира Сейтен, Сәбит Наурызбаев, 7-ші арна.